Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда қазіргі кездегі танымал испан чизкегінің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Қажетті ингредиенттерді описаниеге қалдырамын. Алдымен творожный сырды баяу жылдамдықта миксерлейміз. Кейін үстіне қантты екіге бөлу арқылы саламыз. Бір келкі масса болғанша араластырамыз. Осы кезде ескерте кететін жағдай, творожный сырды пайдаланбас бұрын жарты сағатқа тоңазытқыштан шығарып қоямыз. Кейін жұмыртқаны бір-бірлеп саламыз. Әр жұмыртқаны салған сайын баяу жылдамдықта миксерлеп отыруды ұмытпаймыз. Лимон шырынын және де крахмалды қосып араластырамыз. Осы қоспамыздың үстіне тоңазытқыштан шыққан салқын 33% сливкемізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Осымен біздің қоспамыз дайын болады. Силиконды лопатканың көмегімен тағы да жақсылап асты үстіне бір араластырып аламыз. Енді формамызды дайындаймыз. Ол үшін мен астына фольганы кигіздім. Кейін жан жағына пергамент қағазын осылай ұзын етіп жасаймыз. Өйткені біздің чизкегіміз көтерілген кезде тасып кетпес үшін. Қызып тұрған пешке 230 градусқа 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Піскен кезде біздің чизкегіміз көтеріліп тұрады, бірақ суығаннан кейін қайтып басылады. Бөлме температурасында формасынан алмай, асықпай 3-4 сағат суытамыз. Формадан алғаннан кейін тоңазытқышқа кем дегенде 3-4 сағатқа қоямыз. Содан кейін барып дастарханға ұсынуыңызға болады. Испан чизкегін міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өте ерекше, нәзік десерт.